Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге 8-ші сыныптың геометрия пәнінің есептерін талқылайтын боламын. Яғни нақтырақ айтатын болсақ, тік төртбұрыш, ромб, шаршыға есептер шығаратын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіз. Алғашқы есеп ретінде сіздердің оқулықтарыңыздағы 1/65 есепті мен алдым. Қараймыз. Бізге не берілген? Бізге АБС-ді ромб берілген. Яғни ромб дегеніміз не? Ромб деп тұрғанымыз барлық қабырғалар тең, параллелограмм солай ғой анықтамасы. Яғни барлық қабырғалар тең. Бізге берілген ромб берілген және асы диагоналы, асы кішкентай диагоналы тең АВ қабырғасына деген ақпарат берілген. Табуымыз керек біз ромбтың барлық бұрыштарын. Қалай табамыз енді? Берілгеннен шығады барлық нәрсе, берілгеннен шығады. Бізде не бар? Бізде бар асымыз тең АВ-ға дегеніміз. Ал АВ дегеніміз не? АВ деп тұрғанымыз бізде ромбтың қабырғасы. Ал ромбтың анықтамасы бойынша барлық қабырғалар тең. Солай ма? АВ тең ВС-ға. Бұдан шығады ВС тең болады АС-ға деген шығады. Солай ма? АС-ға. АС мен АВ өзара тең. Енді бұл жерден не шығады? Бұл жерден шығады бізде. Бұл жерден шығады. Мына АВС үшбұрышымыз, үшбұрыш АВС үшбұрышымыз тең қабырғалы үшбұрыш екені шығады. Солай ғой? Тең қабырғалы үшбұрыштың қандай қасиеттері бар? Тең қабырғалы үшбұрыш деп тұрғанымыз барлық қабырғалар тең, сонымен қоса барлық бұрыштар да тең болады. Яғни мына үшбұрыштың барлық бұрыштары тең деген сөз. Яғни бұрыш ДАВ тең бұрыш В-ға, ол тең бұрыш ВСД-ға тең. Бұдан шығады, бұлар қанша градус деген сөз? Яғни үшбұрыштың барлық бұрыштарын қосындысы қанша градус? 180 градус. Солай ғой? 180-ді біз бөлеміз 3-ке. Солай ғой? Үшбұрышқа бөлеміз. Бізде қанша шығады? 60 шығады. 60 градус. Яғни барлық бұрыштары 60 градустан екен. Мынау 60 градус, мына бұрыш 60 градус, мына градус 60 градус деген сөз. Әрі қарай бізге табу керек бұрыштардың ішіне В бұрышын ғана табу алдық мына жерде. В бұрышы қай бұрышқа тең? Д бұрышына тең. Солай ғой? Өйткені барлық қабырғалар тең. Яғни барлық қабырғалар тең болғандықтан қарама қарсы бұрыштары тең ромбтың. Мысалы В мен Д бұрышы тең, А мен С бұрышы тең. Біз қазір таптық В бұрышын 60 градус, онда сәйкесінше Д бұрышы да бізде 60 градус деген шығар. Енді қараймыз. Асы бізде бисектриса. Асы диагоналы, былай үш бұрыш қылып жасайтын болсақ, мына жерде үлкен диагонал түседі. Асы бізде бисектриса болады. Мына А бұрышын, С бұрышын қақ 2-ге бөледі, тең 2-ге бөледі. Сонда не істейміз? А бұрышын табу үшін не істейміз? А бұрышы тең С бұрышына ма 2-ге тең. Не істейміз? Онда мына бұрышты, мына 2 бұрышты 60-ты 2-ге көбейтеміз. Яғни бұрыш ДАВ-ны көбейтеміз 2-ге. 60-ты көбейтеміз 2-ге 120 градус деген шығады. Яғни не деген шығады бұл жердің жауап? Мына 2 бұрыш 60 градус, А мен С бұрышы 120 градустан екен. Барлығын қосатын болсақ, 4 бұрыштың барлық бұрыштан қосындысы қаншаға тең? Тексеретін болсақ, 360-ға тең. Солай ғой? Барлығын қоссаңыздар, сіздерде 360 градус шығады. Келесі есеп 1/69 есеп оқулықтарыңыздағы бізге не берілген? Бізге тік бұрышты үшбұрыш берілген. Көріп отырғандарыңыздай АВС үшбұрышы берілген. Осы үшбұрыштың ішіне тік төртбұрыш сызған. Яғни бұрышы ортақ болатындай, бір бұрышы ортақ болатын. Яғни С бұрышы үшбұрышқа да ортақ, төртбұрышқа да ортақ. Енді бізге берілгені асы тең СВ дейді. 2 катеті бір-біріне тең тік төртбұрышты үшбұрыш екен. 6 сантиметрге тең. Бізге табу керек іштей сызылған тік төртбұрыштың периметрін табуымыз керек. Не істейміз? Периметр формуласын бастаймыз. Солай ғой? Периметр дегеніміз не? СДЕФ тік төртбұрышының. Яғни қарама қарсы қабырғалар тең ғой, онда 2 еселенген ДС қосылған СФ. Солай ғой? Енді бізге осы 2 қабырғаны ДС мен СФ-ті тапсақ жеткілікті. Енді қараймыз мына жерден. Мына жерден ДС дегеніміз не?
қарасақ ДС и СФ деп жазып қояйық. Қараймыз суретте қараймыз. Мына ДС деп тұрғанымыз бізде ДС мына аралық. Ол бізде мына F бұға тең. Ал CF аралығымыз бізде, ол бізде мына аралыққа тең. Қарап отырсаңыздар. Енді қараңыздар. Мына жерден шығады ДС-мыз бізге тең F бұға. Ал CF бізде тең AD-ға. Бұл екеуінен шығады не? DC қосылған SF тең болады. DC-ны сол күйіне жазып қоямын. DC-ны SF-ның орнына біз нені қойсақ болады? AD-ны қойсақ болады. Енді қараймыз. DC мен AD-ның қосындысы бізге нені береді? DC мен AD-ның қосындысы бізге А-сыны береді. Солай ма? А-сыны береді. А-сы бізде берілгені бойынша 6 сантиметрге тең. 6 сантиметр. Олай болса, мына екі қабырғаның қосындысы, яғни тікбұрыштың екі қабырғасының қосындысы бізге 6 сантиметрді береді екен. 6 сантиметр береді екен. Онда периметр формуланы орнына апарып қоямыз. Периметрі екі еселенген DC қосылған SF бізде 6-ға тең. 6 тең болады 12 сантиметр периметрі. Міне осылай шығады. Келесі оқулықтарыңыздағы 1-79 есеп бізге шаршы берілген. ABCD деген шаршы берілген. АВ қабырғасының дәл ортасынан К нүктесін алған, яғни АК мен КВ бізде өзара тең. Бізге енді дәлелдеу керек, мына пайда болған үшбұрышымыз СКД үшбұрышымыз тең бүйірлі үшбұрыш екенін дәлелдеуіміз керек. Яғни ол деп тұрамыз не? Яғни СК мен ДК тең екендігін біз көрсетуіміз керекпіз. Неден бастаймыз? Біз бастаймыз үшбұрыштарды. Қандай үшбұрыш пайда болды? Бізде үш түрлі үшбұрыш пайда болды. Қараңызшы. АКД, ДКС, СВК деген үшбұрыш пайда болды. Енді қарасақ, үшбұрыш КВС мен үшбұрыш АКД бізде тік бұрышты үшбұрыш солай ма? Тік бұрыш үшбұрыш. Мына жерде 90 градус шаршы болғандықтан. Тік бұрышты үшбұрыш. Енді бізге не деген? АК мен ВК тең деген сөз. АК мен ВК тең. Бұлар бізде не? АК мен ВК деп тұрғанымыз кіші катеттері, да? Кіші катет. Бұлар кіші катет. Кіші катет. Енді қараймыз. Енді шаршы болғандықтан оның барлық қабырғалары тең ғой. Онда ВС мен АД тең. Солай ма? ВС мен АД тең. Бұлар үшбұрыштардың қарап отырсаңыздар, мына үшбұрыштың АД деп тұрамыз үлкен катеті, ВС деп тұрамыз екінші мына үшбұрышымыздың үлкен катеті. Солай бұл үлкен катет. Үлкен катет. Енді қараймыз. Мынау кіші катеттері тең екен, үлкен катеттері тең екен, ал мынау бізде СК мен ДК деп тұрғанымыз гипотенузалар бұл үшбұрыштардың, солай ғой? Бұл екеуінен шығады. Егер кіші катет мен үлкен катеттер тең болса, гипотенузалары да тең деген сөз ғой. Солай мысалы, гипотенузасын қалай табамыз? Екі катеттің, үлкен катет мен кіші катетін квадраттап қосып, түбір табамыз. Мынау екеуі де тең. Екеуіне квадраттап қосып түбір тапсақ, бір мән шығады. Солай ғой? Бұл екеуінен шығады. СК тең ДК. Бұл гипотенуза. Онда қандай қорытындыға келеміз? Қорытынды, яғни біз алдық СК тең ДК-ға. СК мен ДК тең болса, бұдан аламыз, бұл гипотенузаның теңдіктерінен аламыз. СК мен ДК тең болатын болса, онда үшбұрыш СДК тең бүйірлі үшбұрыш.